Қазақтың тұңғыш ханы кім болды? Керей хан. Қазақ хандығының соңғы ханы кім? Кенесары хан. 1771 жылы Түркістанда 300-дің ханы болып кім сайланды? Абылай хан. 50 мың жоңғар әскерін 600 сарбазымен тоқтата білген ханның есімі? Салқам Жәңгір. 300-дің қолбасшысы кім болды? Әбілқайыр хан. 17 ғасырдың басында Қазақ хандығында бір мезгілде билік құрған екі хан. Есім хан мен Тұрсын хан. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман қай ханның тұсында болды? Тәуке хан. Қазақ хандығының тарихында ең ұзақ билік басында отырған кім? Хақназар хан. 42 жыл. Қазақ хандығы заманында заң шығарған 3 ханды атаңыз. Қасым хан, Есім хан, Тәуке хан. Өзін қазақтар мен қалмақтардың патшасы деп атаған кім? Тәуекел хан.